Сіздер Бишкек кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Ардактуу көрүүчүлөр, ассаламу алейкум дагы бир жолу. Эми кезек ошол портерлерди көрсөтүүгө келип жетти. Бул жерде портерлер өтө көп турат. Бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Бүгүн 22 август 2021 жыл. Авторунок Бишкек, Риом, Уноо базары арасында лаболор да бар. Алардан тартып кетебиз. 2001 жылкы көлөмү 08, баасы 300 000 сом. Портер 1, üstünde bagajник артына нарашкасы бар. 99 жылкы 347 000 километр жүргөн, баасы $5000. Бул жерде Портер 1 самосвал 2002 жылкы 2.5 механика 204 000 километр жүргөн, баасы 600 000 сом дейт. Номерди жазып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул жерде дагы бир көк түстө Портер 1 самосвал 96 жылкы 2.5 550 000 сом. Эки Портердин артындагы бир көрүп коелу. Самосвал Портер издеп жүргөндөр бизде кече комментарийде дагы сураган болчу. Ошол самосвал Портер болсо тартып кой, баасын билели, алайын дедим эле дегендер болду эле. Ошону астында көрүп койсок болот. Бишкек кабар. Портер 1 2000 жылы чыккан 2.6 механика, баасы $6200. Нарышкасы бар, үстүндө багажниги жок, салону. Бул жерде дагы бир Портер 1 көк түстө, үстүндө багажник, нарашкасы бар. 2000 жылы чыккан 2.5 механика, мотор ходовой жакшы дейт. $6800. Портер 1, үстүндө багажник жок, нарашкасы бар. 138 000 километр жүргөн, жылы 2002-2006, 520 000 сом. Портердин артынан көрүп кетели. Азыр артын көрөлү. Эки портердин арты окшош десек болот. Эми бул жакта Портер 2 133 CRD ай. Эскертип кетсек, бул Портер 133 менен 126 айырмасы. Мына бул жерде 133-лөрдө 6 скорс болот, 126-ларда 5 скорс болот. 2015 жылкы 2.5 механика, $9900. Үстүндө багажниги дагы бар, 133 CRD. Портер 1 99 жылкы механика, 470 000 сом. Эми бул жакта 126 CRD Портер 2 ак түстө 2015 жылкы 2.6, баасы $8500. Жана мен сиздерге айтып кеткен 133-лөрдө 6 скорс болсо, буларда 126-ларда 5 скорс болот. Азыр бул Портердин ээси жок экен, артында нарашкасы барбы жокпу деген суроого жооп алуу үчүн сурайын дедим эле. Ээси жок. Жакшы абалда ак түстө Портер 1 2000 жылы чыккан 2.6 механика, $6800. Отуруштары кожа, кара түстө. Пробег азыр көрөлү 183 000 километр жүрүптүр. Üstünde bagajnik бар, нарашкасы бар. İçindeki абалын көрсөңүздөр болот. Мындан кийин Портер көк түстө 2001 жылкы 2.6, баасы жазылып тур.
Bunun basım bilberiniz var kan? Basım bilberiniz var? 6. Ya 6-8 üstünde bagajlık var. Salonu koca. Pробег 282 000 kilometre жүрдір. 6800 доллар дейді. Нарашкасы абалы жақшы. Мына үстінен мына көріп қойлы. Ушул портерден ечи жоқ екен, жүктелген емес. Бұл жерде ақ түсті портер 1. Нарашкасы дағы бар. Ондағы үстінде багажник дағы бар екен. Бұл отырамасы 2004 жылғы 640 000 сом дейді. 2 номері бар, жазып алсаңыздар болады. Бұл отырғаны қанша? 550 000 сом. Дағы бір ақ түсті портер 1, үстінде багажнигі бар, нарашкасы бар. Бұл дағы жақшы. Дөңгелектің протекторын көрсеңіздер болады. 2006 жылғы 2.6 механика, бағасы $7000. Бұл қапталдағы портерлері төкіп, азыр аларда тартауыз 133 Сердай, портер 2, свежий перегон, 2016 жылғы 2.5 механика. 133 000 километр жүрттір, мультирол дейді. Оңыз iPad USB бар екен, $10.500. Дағы бір 133 портер 2, 2016 жылғы 2.5 автомат $9800. 2 номері бар. Бұл портерді үстінде багажник жоқ болса, мұнда бар екен, өкөтен свежий перегон. Мен артынан мұнай қысқалай көрсетпайын. Ейсі жоқ екен, балкем жылы ескірек арзан бағда деп іздеп жүргендер болушы мүмкін. Басын жазбаптыр. 2002 жылғы 2.6 механика. Ушул номерге чаласыздар. Стікілі? Қандай спорт? Стікілі? Артында бекініп тұрасыздар ма? Қандай спорт? Мұна есі келіп қалды. Қаншаға бересем? 450 000 сом берем бала тұрған. Қолға тие тұрған. 2002 жылы привоздой мотор. 2002 жылғы моторы провозына басылып тұр. 450 000 сом болса беріп салам дейді. Номері бар. Чалып сөйлеш көріңіздер. Портер ақ түсті. 97 жылғы 2.7 Star-X моторы басылған. Коробкасы механика $5800. Портер самосвал 2001 жылғы 2.6 $6800. Бүгінгі базарда есептеген үстіне азыр 3 самосвал портер шықты. Бұл жерде ақ түсті, үстінде багажнигі бар, нарашкасы жоқ. Портер 2 ақ түсті. 2009 жылғы 2.5 механика $8800. Портер 1 көк түсті. 353 000 километр жүрген, жылы 2001-2.6 моторы провозной басылған. Қанша аудасыздар? $6,500. $6,500. Үстінде багажнигі жоқ, бірақ артында нарашкасы бар. Портер 1 $5,500 номері бар. Жылы жазылып тұр. Ondan кейін бұл жерде ондай автонаны іздегендер болушы мүмкін. Фотон не дейді? Бұл жерде жазылып тұрады. Фотон Форманд 2008 жылғы дизель 2,5 объем деп жазып тұр. Бұл жерде 2400 по факту документальный қылып жазып тұр. 2417 деп. Грузовой самосвал $4000. Портер 2 126 2008 жылғы 2.5 механика $700,000 сом. Портер 1 ақ түсті 96 жылғы 2.5 механика $320,000 сом.
Вариант бар екен, алмаштырамыз деді. Обменге қараймыз деді. Басы $5700. 0707 49 41 26. Бұл жерде свежий перегон Портер 2 ақ түсті. 2017 жылғы 2.5 механика $11500. Портер 2 ақ түсті. 2008 жылғы 2.5 механика. Бұл интеркулер ба? Интеркулер қаншадан аласыз? 8 деп жатамыз, басындағы сүйлеш ауыз деді. Kia Bongo будка холодильник бар. 2008 жылғы 2.9 $6900. Портер 2 2015 жылғы механика 6 ступка. Басы жазылып тұр. Родной краска деді. 133 сиерде ай. Бізден алыстабай тұрыңыздар. Бұл жерде ағай азыр портерлер тұрады. Азыр ошол жерге барып татабыз. Бір 10 шақты портер тұрады. Портер 2 133 сиерде ай. Көк түсті. Үстінде багажнигі дағы, нарашкасы дағы пока жоқ екен. Жазаш керек деді. 2012 жылғы 2.7 механика $10.000. 2016 жылғы Портер 2 133 сиерді ай. 2.5 88.000 ғана километр жүрттір. Бұл дағы үстінде багажнигі, нарашкасы жоқ. Бұл Портер сатылбайды екен. Бұл жақта Портер 1 99 жылғы объем 2.4 деді. Азыр сұрап көрейінші, 2.4 болса қайсы мотор? Бұл башқа машинаның мотор басылып тұрады, қандай? Өзілі? 2.4 тұр емес асылып қоптан да, 2.5. Басы қанша олдады? 400. Қанша үстіге қошса беріп саласыз? 400.000 сом кеме бар деді. Анын жанында үшін ең ақырқы біздің бүгінгі шығарышымыздың Портері. Портер 1 ақ түсті. Қағаз бұл сатылмайды екен, анда біз бұл шығарышты жинақтаймыз. Видео жаққан болса лайк баспаңыздар, кейінгі базарға чейін.